Салем достар, Ханшайым каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте жұмсақ, әрі дәмі ерекше, тәтті классикалық чизкейк жасап көрсетемін. Классикалық чизкейкті жасау үшін екі бөлімге бөлдім. Бірінші бөлімінде тестісін жасап алатын болсақ, екінші бөлімінде кремін жасаймыз. Ал тестісін жасау үшін бізге қажетті заттар 200 грамм ұн, 200 грамм май, 100 грамм қант, 1 қасық қара рафинейтін, 1 жұмыртқа, лимонның цедрасы және 1 шөкім тұз қажет. Ал екінші кремге қажетті заттар 15%, яғни 15% қаймақ, творожный сыр 200 грамм, 2 жұмыртқа және де сахарная пудра 155 грамм қант ұнтағын қолданамын. Алдымен тестіні дайындау үшін таза құрғақ ыдысқа 200 грамм ұнымызды саламыз. 1 қасық разрыхлитель саламыз осының үстіне. Одан кейін 1 шөкім тұз. Одан кейін лимонның цедрасы, яғни үштен өткізіп алуымыз қажет. Лимонның қабығын алып болдым. Енді үстіне қант салам. Одан кейін 1 жұмыртқаны үстіне саламыз. Сосын араластырып жібереміз. Араластырып болдық. Енді оның үстіне майымызды саламыз. Майымыз салғаннан кейін жақсылап араластыруымыз қажет. Бірінші осылайша қасықпен араластырамыз. Содан кейін барып қолмен елеп жібереміз. Араластырып болдық, енді қолмен елеп жібереміз. Араластырып болғаннан кейін ыдыстың бетіне пищевой пленканы жауып 30 минут холодильникке салып қоямыз. 30 минут уақыт өтті, тоңазытқыштан тестімізді алдық. Енді оны қалыпқа саламыз. Тестімізді қалыпқа осылайша жайып шығамыз. Қалыпқа жайып болдым. Енді қалыпты салмас бұрын негізі газ пешін алдын ала қосып қоюымыз керек. Мен қазір 170 градус ыстықта 15 минутқа пісіріп аламын. 15 минутқа чизкейктің тестісі пісіп болғанға дейін біз кремін дайындаймыз. Ол үшін ең бірінші творожный сыр саламыз. Творожный сырымыз холодильникте тұру керек, қатты болу керек, яғни салқын жерде тұру керек. Оның үстіне сахарная пудра, яғни қант ұнтағын қосамыз. Салып болғаннан кейін араластырамыз. Араластырып болдым, енді осының үстіне 2 жұмыртқаны салуым керек. Араластырамыз. Жақсылап араластыру қажет. Осылай араласуы қажет. Енді оның үстіне 15% қаймағымызды саламыз. Салып араластырамыз. Араластырып болдым. Біздің креміміз дайын. Газ пешінен тестін алып шықтық, яғни осындай күйінде алып тастаймыз.
Одан кейін шамал суытамыз. Суығаннан кейін үстіне кремімізді құюымыз қажет. Тестіміз суыды. Енді оның үстіне кремімізді саламыз. Кремімізді салып болдық. Енді оны ыстық пешке 150-160 градусқа қойып 1 сағат күтеміз. Енді бұл ыдыстың сыртын, табанның сыртын фольгамен орап пешке салуымыз қажет. Пештен алғаннан кейін осылайша айналасын пышақпен қырып шығамыз да. Достар, біздің классикалық чизкейгіміз дайын болды. Яғни үстерін өздеріңіз қалауыңыз бойынша әсемдеуге болады. Мен үстіне құлпынайды салып әсемдедім. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Достар, біздің чизкейгіміз өте жұмсақ, дәмді шықты. And on we'll go. Through the highways. Біздің жаңа видеоларды жіберіп алуыңыз үшін міндетті түрде подписаться мәзірін басып, каналға жазылып кетіңіздер. Мына тұрған қоңырауша белгісін бассаңыздар, біздің видеоларды ең бірінші болып көресіздер. Бүгінгі осы, келесі кездескенше сау болыңыздар.